Mene bizde kız kıyın. Şöp жоқ жерде. Мына бие құлап қалып, оның үстіне жара шығып. Соған енді осы жерден үйелеп қалған екен мына жерге. Қайта өлмей қапты, аман екен, тірі бар екен. Шөп беріп жатырмыз өйстіп әкеп. Қиын болып кетті бұл. Мына жаққа көшіп кеп сиырды әкеп, осы жақтан сиырға шөп шашып, шөп сатып алып. Абыр-дабыр уақыт жетіспей жатыр. Қиын болды бұл. Бұндай қыс болмаған бізде. Жұт. Шөп жоқ жерде бір. Тақыр шөптің бәрі. Қырып тастаған қара тасқана қалып толығымен басқа ештеңе жоқ. Осылай достар, жағдай деген. Өте қиын. Шөптің бағасы ол көтеріліп қымбаттап кеткен. Мынандай бір түйектің өзі қазіргі уақытта 1200 теңге. Кейбіреуі 1500 теңге өлі. Солай. Өте қиын болып тұр. Жолы ол жоқ. Қар мына жақтың бәрі. Боран. Аяз бір жағы. Жел ызғырық. Малды жеп барады. Қайырлы күн достар. Міне бүгін ақпан айының 15-і болды. Істеп жүрген жұмыс мынау. Шөп тасып жатырмын. Ақбақайда шөп тасуға үйренді. Міне бірінші күн. Бірінші рулон сүйреп бара жатыр. 200 килограммдай рулон. КамАЗ жете алмай қалды ана жерге. Мына базға бір шақырымдай жерге қарға батып, КамАЗ жете алмай, трактор келмей, көмекке ешкім келмеді. Сонымен амал жоқ, далаға түсіріп шөпті. Енді осылай атпен тасып жатырмын. Техника жоқ, құрық болған техника. Ауылдағылардың бәрін құл техникалардың бәрі түгел. Техника барлар бермейді техникасын, яғни келмейді. Тек қана өздерінің жұмысын жасағысы келеді. Ақшаңды төлейін, ақыңды берейін десең де көнбейді. Әйтпесе барып тұрған шөп еді базға дейін. Сөйлескен тракторым келмей қойды. Сонымен не керек? Осындай қу бейнеттің тіршілігі жүріп жатқан әйтеуір. Аласапыран күн жылынады дейді енді. Әйтеуір бұлт бар, тұман бар. Арасында күн шығып қуантық қояды осылай. Басқа амал жоқ. Жылқылар арықтап барады. Сиырлар арықтап барады. Құлағаны бар, көтеремі бар. В общем, жағдай мәз емес. Былайша айтқанда. Жолдың түрі мынау. Мәшінен түрі анау сынып тұр. Жол жоқ, біздің базға, мынау көрші базға кеп малдарды осы жерге сиырға шөпті беріп отырған жағдай. Мына таудың бәрінде дым жоқ. Қара тастан басқа ештеңе қалмады. Жылдағы қар. Бірақ қардың астында шөп жоқ. Шөп жоқ. Жұт. Күзде жаңбыр жаумады. Жаздай мал көп. Жылқы деген көп. Жалпы жылқыны санын азайту керек. Именно біздің осы аудан көлемінде деп айтуға болады. Солай достар. Міне ақбақай тартып барады шөпті. Ақбақай дейтіп арба шағанаға да ертік. Кетті шөпті. Ойда! Ақбақай жарады. Шөп тасып жатыр. Жануар. Молодец. Аттың жақсысы арбада дейді. Қыздың жақсысы саудада дейді. Өмірей. Бейнет әйтеуір.
Айда, молодец. Ай, жануар. Айда. Ай, жануар. Әкең толпақ шешен сұңғар. Айда. Айда. Жануар. Ай, жануар. Шаршап кетті байқұс. Шыда. Мені жағдай болса достар. Мына 2% жоңышқа тұр. Сиырға беріп жатырмын. Мына сабан. Сояныкі жылқыға беріп жатырмын. Дәуір ұлан. Қыстың аяқталуын аз қалды бұйырса. Ақпанның 16-сы бүгін. Қой міне жатыр. Тау қарайғанмен шөп жоқ. Менің базым анау жақта қалды. Мына жаққа көшіп келдім. Сол жағдай. Осылай достар. Қиын болып жатыр бізде қыс. Енді бір 10 күннен кейін күн жылынады деп жатыр ғой. +10 градус болады дейді. Енді соған дейін тезірек аман есен жетсек, көктем шығар деген үміттеміз. Тауда әлі әппақ қар басып жатыр. Алпарысып жүрген осындай тіршілік. Құлағаны құлап, өлгені өліп жатыр, қалғаны қалып жатыр. Бұйыртқан малқалар деп жүрміз. Осылай, Аллаға тәуекел деп. Алып салды мен. Шөп тасып атырмыз. Ескі ашықпайды. Жөптен! Мені Нұрдәулет деген палуан. Нұрдәулет ағамыз 66 мен жоңышқа 2% деген жоңышқа бүресі 250-ге барамдай тартатын сияқты шамамен. Осындай әдісімен ана КамАЗға 4-еу, жерде тіркемеде 1 цеп 3-еу. Aha. Ау! Қайырлы күн достар. Мінекей бұйырса бұқаларымызға 3 ай 20 күндей, 20 күн емес, 3 ай 10 күндей болып қалды. 3 ай 10 күндей болып қалды. Сарбұқа 1,5 жасар. Белел шөмі 174 сантиметр болды. Түлеп жатыр жүндері түсіп. Бұйырса мінекей. Анау қоңыр бұқа. Бұныкі 203 сантиметр болды. Белел шөм. Тіресінің өлшемі. Қане тұрағыңдар дұрыстап суретке түсіріп жүрейін. Қане мойындарын шығарып көтер басты. Міне, ал енді мұна қасқа қара бұқа. Бұныкі 193 сантиметр болды белел шөм. Жүндер түсіп жатыр түлеп. Бұлардың да мінекей. Мәзар жамбас жүндерін бәрі түсіп кетті. Солай жалпы достар.
Міне рулонды осылай домалатамыз. Қатты домалатын ай, сұмдық. Қақып кетесізден болды. Қайырлы күн барша құрметті достар. Мінекей шөпті әкеп, шөпті жеткізіп, түсіріп бұйырса міне сиырларға, жылқыларға беріп жатырмыз. Мінекей сиырлар жеп жатыр, жылқылар жеп жатыр. Жап-жасыл шөп. Төмен бар жендір. Хәле, хәле. Мінекей шөп деген жап-жасыл. Жоңышқа 2% деген жоңышқа екен. Осыны алып, торай қыр. Хей, хей. Хей, хей. Хей, хей, хей. Артамдар ақпарат мемеге жемейтін бар. Хәле, хәле. Хәле, хәле. Хәле. Хәй, хәй. Чөп жөп өлмейтін жылқылар. Мінекей мына жоңышқа. Ақтап кетті жылқылар. Мына бие жаңа ғана құлын тастады. Аборт болды, түсік тастап. Осылай жылқының жағдайы осы. Мына жерде, в общем, 40 жылқы, 40-тың үстінде жылқы, 40-тың үстінде сиыр, в общем, 80-ей бас шөп беріп жатырмыз. Hadi, hadi. Arlasın çünkü. Oh. Ya. Bilmeyeyim, qayta jatıp dur go. Осылай шөп тасып жатқан жағдай. Видео 1-2 рулон бетіп қап. Осымен бұйырса 5-6 күнде қар кетіп көктем келер деген үміттеміз. Жануар, давай, да.